Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін жилеттің қалай тігіліп, қалай жиналатыны жұмыс барысын толық көрсетіп өтемін. Бізде мынандай мужской жилет әртүрлі размерде өздеріңіздің қалаған фасондарыңызда тігіп алсаңыздар болады. Негізі жилеттің алды жақтары, артты жақтарында кішкене әртүрлі өзгерістер енгізіп жасаса болады, бірақ жұмыстың барысы бәрінде бірдей жүреді. Ең алдымен бізге меркі снимать етіп аламыз, или болмаса нақты қандай да бір размер керек болса, сол размердің пішініменен бізге лекала керек болады. Лекаланы өздеріңіз жасап, егер жасай алсаңыздар, жасап шығарсаңыздар болады PDF форматта. Болмаса дайын лекалалардан да алсаңыздар болады. Ол лекалалардан бізге спинка, перед и подкладтың лекалалар керек болады осындай. Ең алдымен осы бірінші біздің істейтін нәрсеміз ол лекала дайындау. Одан кейін біз осы лекаламызды матаға түсіреміз. Матаға түсірместен бұрын матаның өзін де дайындап аламыз. Бізде мынау уже қиылған жилет, мен дайындап сіздерге қиылған түрінде көрсетейін деп қойдым. Біз ең алдыменен матамызды үтіктейміз. Үтіктегеннен кейін осындай дублерин керек маталар болса дублерин дейміз. Егерде дублеринделіп уже дайындалған матаның түрі. Егерде матаның алдына қандай да бір аттарыңызды жаздырып, оюларды түсіріп, әдемілеп, өзгеше стильде жасайтын болсаңыздар, осындай оюларды вышивкаменен или принтпен басып, осылай дайындап алсаңыздар болады. Ол үшін ең бірінші жаңағы дайындалған матамызға, дублеринделіп, полностью дайындалған матамызға осы крой түрінде, тігілмеген түрінде түсіріп алу керек оны. Киім біткен кезде емес, киімді тікпей тұрып жасалынады бұл. Потому что сіздер мынаны подкладыменен тігіп алғаннан кейін уже вышивканы нанесение жасау өте қиындау болады. Сондықтан киімді осындай крой кезінде киімге бірінші керек өзіңіздің вышивкаларыңызды түсіріп аласыздар. Бізге ең алдыменен керек матамызды дайындап алдық, одан кейін лекаламызды дайындап алдық, енді оны матаның үстіне қойып крой жасайсыздар. Бізде бұл жерде спинка. Егерде спинкада арқада шов болатын болса, бізде арқамызда шов бар, сондықтан бізде екі деталь. Арқада шов болған кезде екі деталь болады. Егер арқада шов жоқ болса, онда бір деталь болып есептеледі. Мына жағы сгиб, мынау бір деталь болып есептеледі. Бізде қазір спинкада шов болғандықтан, бізде мынау екі деталь. Спинка, мына передний полочка, тоже екі деталь. Мынау бізде спинканы подклады. Бұл жерде бізде шов жоқ, сондықтан кішкене свобода болу үшін шов қалдырмаймыз біз артта подкладтың. Сондықтан бізде бұл сгибпенен бір деталь и мынау обтачка подкладтың үстінде. Мынау перед, тоже екі деталь. Подкладтың передний полочка. Мынау подборд. Тоже екі деталь. Мынау біздің алдымызға салатын ілгек. Алдында бізде біріне бірі киіліп тұрмайды. Сондықтан біз ілгекпенен жасаймыз. Үш ілгек ілеміз мына жерге. Астында кішкене жер қалады бізде. Кройымыз дайын. Матамызды дайындадық. Лекаламыз дайындадық. Кройымызды дайындап, бәрін піштік. Вышивкамызды нанесение жасадық. Енді тек бізде не істейміз? Тігеміз. Тігілу барысында ең алдыменен қай жерді қандай детальға қосып өтеміз, сол жайында кішкене түсіндіріп өтейін.
Бізде мынандай артында шов бар дедім. Осы екі детальдардан тұрған нәрселерді өз-өзіне қосып шығамыз. Мына бізде артта спинкамызда шов болғандықтан ең алдымен осы спинкамызды біріне бірін қосып аламыз. 1 сантиметр шов жүргіземіз. Бізде подклады бар киім болғандықтан киімімізде оверлок болмайды. Егер подкладсыз жилеттер, басқа да киімдер болып жатса, онда міндетті түрде шовтың сыртынан оверлок жүргізіледі. Міндетті түрде. А когда подклады болады, ол кезде уже оверлок жүргізілмейді. Сондықтан мына спинкамызға 1 сантиметр шов жүргіземіз ең алғаш. Одан кейін спинканың подкладын аптачкасымен қосамыз. Перед полочканы подбортменен қосып шығамыз. Бұларда 1 сантиметр шов жүргіземіз. Одан кейін сыртынан 0,1 шов жүргізіп өтеміз. 0,1 шовтарыңызды жүргізіп, біріне бірін қосқаннан кейін бұларды міндетті түрде үтіктейміз. Әрбір жүргізген шовтарыңыздың артынан үтіктеп отырғандарыңыз жөн болады. Киімдеріңіз идеально біткен кезде әдемі шовтың бәрі жатқан түрінде болып шығады. Мына екеуін қосамыз. Спинканы аптачкасымен подкладын қосамыз. Спинканы қосамыз. Одан кейін передпенен спинканың иықтарын и подкладты тоже біріне бірін иықтарын қосып шығамыз. Сәттілік, бастайық енді. Бір сантиметр шовымызды жүргіздік. Енді қазір бұның біз сыртқа 0,1 шов жүргіземіз. Мына жақта аптачканы қосқаннан кейін міндетті түрде бұл жерге мындай рассечкалар жасаңыздар. Ұмытып кетпеңіздер, әйтпесе маталарымыз сіздердің жатпайды. Сантиметр жүргізіп шықтық. Енді 0,1 шов жүргіземіз сыртына. Шов жүргізерден 0,1-ді қай жаққа қарай жүргізесіздер, сол жаққа қарай жатқызасыздар мынаның бәрін. Мен қазір мына сторонаға жүргізетін болғандықтан мынаның бәрін осы жаққа қарай жатқызамын. Тіккен кезде осылай бір жағына қарай жатқызып тігесіздер. Детальдарымызды бір-біріне қостық, енді үтіктейміз. Детальдарымызды біріне бірін қосып алдық. Енді алдыменен артын біріне бірін қосамыз. Біздің спинкамыз, ортасындағы шовты қостық. Бұда бізде артында ілгек болады, сондықтан беліне мынандай отдельно ілгекті жасап алып, біз бұны тігіп қойдық. Енді біз мына спинкамызды әдемілеп шов жүргіздік. Бұны үтікке басып алдық. Енді бұған біз передний полочканы тігеміз. Жерден сантиметр шов жүргізіп шығамыз. Подкладты да тура солай шов жүргіземіз. Екі иықтарын қосып аламыз, оны да тоже үтіктеп аламыз әдемілеп. Иықтарын қосып болдық. Енді бұларды ашып отырып үтіктейміз. Әдемілеп үтікке басып шығамыз. Подкладымыз. Мынау основной тканіміз. Перед со спинкой.
бізде мына екі деталіміз осылай қосылды. Осылайынан болады бізде. Мынау подклад. Тура екеуі біріне бір. Мынау қалай? Тура мына подкладымызда тура сондай. Енді осы екі детальді біріне бірін қосып шығамыз. Мынау бізде основной ткань менен подклад қосылған детальдарымыз. Енді біз екеуін біріне бірін біріктіреміз. Бұл жилет тігудің ең оңай жолы. Негізі жилет дегеніміз ең тігілетін оңай нәрсе. Сондықтан аптачкаларын, подбордтарын біріне бірін қосқаннан кейін мына иықтағы шовты біріне бірін келтіріп отырып, ровно қылып шығатындай қылып, әдемілеп, полностью айналдыра бір шов жүргізіп шығамыз. 1 сантиметр. Сол сантиметр шовты жүргізіп болғаннан кейін біздің иығымыздағы ойықтарымызға рассечка жүргіземіз. Әдемілеп мына жерді қайшыменен рассечка жүргізіп шығамыз. Чтобы біз аударған кезде ол әдемі жататындай болу керек. Ішінен 1 сантиметр шов жүргізіп болғаннан кейін аударып 0,1 шов жүргіземіз. Тура мына подбордымызда қалай шов жүргіздік, жаңа 0,1 міне. Әдемілеп 0,1 шов жүргізіп шықтық қой. Ішінен сантиметр жүргіздікте, одан кейін 0,1 шов жүріп шықтық. Бұл бізде, чтоб мына неміздің бәрі тігісіміз жату үшін. Енді тура мына жердегі шовқа да солай 1 сантиметр шов жүргізіп, сыртынан 0,1 шов береміз. Одан кейін негізі жилет тігу ең оңай нәрсе. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл как сырт киім сияқты, бірақ қолы жоқ болғаннан кейін сіздерде ол көбінесе адамдар қолды келтіре алмайды. Қолды, қол жақтарын келтіре алмайды, иықты. Ал жилетте қолы без рукава болғаннан кейін ол ең оңай негізі. Сондықтан алдын артын қосасын, біріне бірін подкладын қосасын. Басқа ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін алдын сплошной жүргізіп алып, 0,1 шовты бергеннен кейін екі қолын жүргізесіздер. И боковой шовтарды сплошной жүргізіп шыға саласыздар. Ең соңында етегін жүргізесіздер. Жилеткамызды подкладыменен қостық. 1 сантиметр шов жүргіздік. Енді мына жерлерге рассечка жүргізіп шығамыз. Одан кейін аударып 0,1 шов жүргіземіз. Былай қарай қаратып отырып, мына жерден 0,1 шов жүргізіп шығамыз. Ноль шовымызды жүргіздік. Енді аударып, үтіктеп шығамыз. Мына жағы тігілді, 0,1 жүргізілді. Рассечка жасалып, енді мына екі қолын біріне-бірін қосамыз. Екі қолымыздың шовтарын жүргіздік. Енді мына жақтарына рассечка жасаймыз. Алдынан да, артынан да рассечка жасаймыз. Обязательно міндетті түрде рассечка жасаңыздар. Рассечка жасауды ұмытып кетпеңіздер. Екі жағына рассечка жасаймыз, сосын кейін аударып 0,1 шов жүргіземіз. Қолдарына рассечка жасадық. Енді біз осы жасалған жерімізге аударып отырып, міне бүт тігісті подклад жаққа қарай жатқыза отырып 0,1 шов жүргізіп шығамыз. Одан кейін аударамыз.
жилетімізді подкладыменен основной тканін қосып шықтық. Рассечка жүргізіп, рассечка жасап, 0,1 жүргізіп шықтық. Енді біз аламызда бұны аударамыз. Жилетімізді аудардық. Енді біз үтікке басып шығамыз. Үтіктеп, әдемілеп үтіктейміз. Мына жерін бір қостыңыздар, мына аяғын бір қостыңыздар болды. Басқа түкте жоқ. Енді мына боковой шовты біріне бірін қосасыздар болды. Боковой шовты и астын қосасыздар болды. Бізге ешқандай қиыншылығы жоқ. Жилеткамыздың иығын қостық. Енді үтіктеп алдық әдемілеп. Енді мына боковойды қоспай тұрып, біз мына алдымызға қоятын мынандай ілгектерімізді тігіп аламыз. Бұны мына жақтарын жаппай тұрып неге тігеміз? Бізге тігісіміз тек қана мына подкладта болу үшін, ыңғайлы болу үшін, осыны жаппаған кезде жаппай тұрып ілгектерді былай мына бір қабатқа тігіп алғанымыз бізге ыңғайлы. Сондықтан мына ілгектің бәрін тігіп аламыз. Одан кейін мына боковоймен астыңғы шовты жүргізе саламыз. Болды. Сонымен жилетіміз дайын болады бізде. Мына жерге 1, 2, 3 ілгек па, 4 ілгек па қойсақ болады. Әдемі, бұл бізде официанттардың киетін жилеті. Нарын кафесіне арналып, дайындалып жатқан жилет болған. Тапсырыспенен мына оюларды барлығы сол кафенің өздеріндегі логотиптеріне арналып жасалынған. Әдемі, өздеріңізге брендтелген киімдерді қымбатқа түсіп кетеді, мен алмаймын дегенде, или болмаса өзгеше қылып кигім келеді дегенде болсаңыздар, осылай еш қиналмастан 1 сағат, 2 сағаттың ішінде осындай әдемі жилетті тігіп алсаңыздар болады. Но бізде мужской жилет болғаннан кейін ешқандай алдында выточка да жоқ, ештеңке де жоқ. Ал қыз балаларға, әйел адамдарға жасасаңыздар, мына жерлерде бізде выточка түседі. Артында выточкалар болады. Әдемі болып фигурасын шығарып, талиясын шығарып тұру үшін. Бұл бізде ер адамдарға және официанттарға кең болып тұру үшін біз бұл жерде көбіне выточкалар жасамаймыз. Ол денелеріне жабыспай бос тұру үшін жасалынатын дүние. Енді дайын болған кезінде әдемі қылып бір видео түсіреміз. Енді мына ілгекті оны қолменен тіксеңіздер де болады, машинкаменен зигзагпенен тігіп шықсаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай тігіп шықсаңыздар болады. Мынандай ілгектер әртүрлі цветте сатылады. Енді боковая сторонаны мынау бүйтіп ашасыздар да, былайынан айланып шыға саласыздар. Бір строчка жүргізе саласыздар, болды. Мына сторонасы тігіліп тұр. Ана жақтан бүйтіп былайынан жүргізе саласыздар, бір строчка ғана. Жилетіміз бітті, дайын.